Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Ең соңғы жаңалықтарды алғашқылардың қатарында білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписаться барын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. 1 шілдеден бастап газ бағасы қанша теңгеге өсетіні белгілі болды. Бұл туралы мәжілісте газ тақырыбында өткен отырыста энергетика министрі Алмасадам Сатқалиев мәлімдеді деп хабарлайды Бақ газы тілшісі. Министрдің айтуына қарағанда бүгінгі таңда өңірлер бөлісінде тұтынудың орташа нормасын анықтау бойынша есептеулер жүргізіліп жатыр. Осы есептеулер негізінде тұтыну нормаларын бекіту әдістемесі әзірленді. 2023 жылғы 1 шілдеден бастап 2024 жылғы 30 маусымға дейін халық үшін газдың бөлшек бағасының өсуі ел бойынша 1,3 теңгені құрайды. Ал ірі коммерциялық тұтынушылар мен цифрлық майнингті жүзеге асыратын тұлғалар үшін газдың орташа бөлшек бағасы текшеметрі үшін 33 теңгені құрайды, деп айтты ол.